заң аясында екенін біліп тұрмын. Ғабит, оныңды қоя салшы. Дұрыс қой, қазір ана осы уақытқа дейін қаржыландырып келді. Енді облысқа өтіп қалды. Облыстан сондай проблемалар болды. Енді өзі тренер де сондай айтты ғой, содан енді осылай болып тұр бұл. Жоқ, мен алдыларыңа келдім ба? Келдім ғой алдыларыңа. Дәулет отырды, келдім алдыларыңа. Сұрадым ба? Бір 200 теңге тауып беруге шамаларың жетпеді ғой, айтшы. Берді ғой, берді. Кейіннен берген ақша қалай болады, Ғабит? Мен апарып беріп тұрмын, ойлашы сен кішкене. Жарысқа кетпей тұрып берілді ғой бұл. Қалай жарысқа? Түннің бір бағында келіп берді ғой, ол бала уже кетіп бара жатқан кезде. Уже дайындап бәрін жіберген кезде ғана беріп тұрық қой. Бір 200 теңге таппау деген сұмдық қой. Балқаш ауданында бір 200 теңге таппадыңыздар ғой. Айтшы, 2 миллион болса мен саған түсінер едім. Ғабит, кішкене ұялсашы. Сен де бауырымсың ғой. Мен айттым, сол кезде Марат Сұлтанғазиевке барайын дегенде сендердің өздерің осы жерде алып қалдыңыздар. Бірақ дәл жарысқа баратын кезде тыпыр етпей қалды, тыпыр етпей. 100 мың теңгені әкеп берді. 100 мың теңге таппай, қайтадан барып процентке алып келдім деп мен айтып тұрмын сіздерге. Ал сіздер барасыздар да, бүгін не болады? Видеозвонокпен сөйлесеміз, сөйтеміз, бүйтеміз, прослушивание болады дедіңіздер. Тағы да алдап тұрсыңдар. Не азаматың орында жоқ, не ғалымжанның орында жоқ. Мен не кінәлайсыңдар? Өздерінің кінәларыңды түк білмейсіңдер сөйтіп. Түгел орындарыңды босатыңдар бұдан кейін. Ақыры жұмыс атқарамасаңдар.